Ұлы отан соғысы біздің тарихымызда ерекше орын алатын, халқымыздың рухын сынға түсірген, ұрпақтан ұрпаққа ауысатын батырлық пен ерліктің символы. 80 жыл бұрын 1941 жылы адамзат тарихындағы ең қанды да ауыр кезеңдердің бірі басталды. Кеңес одағының әрбір азаматы үшін бұл соғыс тек әскери майданда емес, сонымен қатар ұлттың амандығы мен болашағы үшін күреске айналды. Жан қиярлық ерлікпен қарсы тұрған әрбір жауынгер соғыс алаңында өз өмірін құрбан етіп, отанды қорғаған адамдар тарихта алтын әріптермен жазылуы тиіс. Осы орайда Жеңіс алауы жобасы бойынша Ұлы отан соғысының ардагері Өтешев Өмірбек Жабағылұлы жайында болмақ. Мен Өтешева Ләззат Мәткенқызы, ардагер атамыз Өтешев Өмірбектің немересі боламын. Өтешев Өмірбек 1908 жылы осы Түркістан өңірінде дүниеге келген. Өмірбек атам менің әскери қызметте жүріп, қызмет бабымен Өзбекстаннан 1942 жылы майданға аттанған екен. Украина жерінде 6-шы танк полкінде қызмет еткен атам 1945 жылы ауыр жарақаттан госпитальға түсіп, жарақатының ауырлығына байланысты үйге қаралы қағазда келген екен. Ұлы отан соғысында жүріп, қатты жараланғанына қарамастан, атам Жапон соғысына дейін барған. Жапон соғысына қатысып, 1945 жылы қыркүйек айында елге келген екен. Өмірбек атамның 2-ші дәрежелі жауынгерлік ордені бар. Жауынгерлік ерлігі үшін, Праганы, Будапештті, Венаны алған үшін, жауынгерлік даңқ үшін 2 рет сол кездегі генералиссимус Сталиннің өзінен алғыс хат алған. Бұл соғыстың әрбір батырлығы, әрбір қан төгісі біздің ұрпағымызға үлкен сабақ, елдігіміз бен ынтымағымыздың қадірін түсінуге жол ашады. Бүгін Ұлы отан соғысының 80 жылдығында біз ата-бабаларымыздың жауынгерлік ерлігіне, батырлықтарына тағзым етіп, олардың көрсеткен батылдығы мен қайсарлығы үшін мақтан тұтамыз.